Құрметті менің көрермендерім, бүгін біз сорпа еліктің етінен горшокпен духовкаға салып пісіретін боламыз. Барлығын дайындап, тазалап, турап, дайындап қойдым. Ет 1 килограммдай шамасында, сыңырын алып, бәрін ірі-ірі қып турап қойдым. Сәбізді де турадым, 2 штук сәбіз, бір 5-6 крупный картошка, бір 100-150 граммдай күрдек май, 2 кішірек пияз, укроп, петрушка, көк пияз аздап, 3 дана чеснок, біздің балалар онша көп жемейді, поэтому 3 дана жетеді. И лавровый лист әр горшокқа бір кішірек бір листтен. 2 кішірек қана қызанақ помидор. Содан кейін әр горшокқа татымына қарай өздеріңіздің семьяда қалай жейді, солай ыңғайлап тұзын, қызыл бұрыш, паприка, кориандр, тұзын саламыз. Сөйтіп үстіне су құямыздағы духовкаға, қызып тұрған пешке 2,5-3 сағаттай 200 градуста пісіріп аламыз. Өте дәмді, пісіріп көріңіздер.